біз қазақпыз, қазақтың кішкентай қызынан өстік, қазір мына ана болдық. Ауылдың данасымыз, үйіміздің анасымыз ғой, өзіміздің баламыздай бала ғой. Имаш келеді деп дабырық болғаннан кейін қазақтың кемпірімін ғой. Неге мен ана жер-жерді аралап жүрген бір қазақ балама бір тал шашақ байламайын, соны байлайын деп жерден келетін болса, мен соны қалайда сол баланы кездестіріп шашақ тағуым керек домбырасына, болды. Мынау кешегі әже аэропортқа келеді шашағын алып. Біреуін машинаға, біреуін домбыраны байлады. Кеше жүздесе алмаған Әжелердің, баяғы әжелердің қалған. Көзмен жақ. Өтіп кеткен ғой енді. Апа сәлем бердік. Ұйпырмай тұра алмай жатырмын жаным, кәнекей. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Аман жоқ. Ел жұрт аман ба? Аманбыз, аман жоқ. Құдай айналайын. Денсаулығыңыз қалай? Болады. Жақсы ма бәрі? Кешегіде ағаларымыз көрсетіп жатыр. Сіздің маған шашақ дайындағаныңызды көріп, мен кәдімгідей марқайып, мәз болып отырмын. Суреттен көріп жүрмін ғой. Сенің өзіңнің міне денеңді көрдім, өзімді көрдім. Ризамын енді. Осы дүния жердің бәрін шарықтап аралап жүрсің ғой. Маңғыстаудың бір баласы. Сосын мен Маңғыстауда отырған, мен қазақтың анасымын ғой, Дана деп. Осы сен келеді дегеннен дайындап, осы затты қолымменен өзім тапсырайыншы деп армандап, содан сау болсын мына азаматтар, қыздар бүгін осы кездестіріп, кешке кездесе алмай түнімен ұйықтағам жоқ. Уайым деп. Мынаның біреуін домбыраңа тақ, Көп рахмет апа. мынаның мәшәңа тақ. Көп рахмет. Сосын Апа, кішігірім жаңағыда жолшыбай дайындалып үлгерген түріміз енді. кел. Мынау қолынан ағаң. Ассалам, қалайсың? Атың кім? Халид. Нешедесің? Онда? Қызың бар ма? Не алып жоқ, онға келдің ғой. Қыз қайда? Үлкен баламның баласы. Немелтайым. Енді қасыңда қанша жолдас жүрең бар. Халид мәні саған. Естелік болсын. Әжеміздің жасын берсін. Әумин. Кел берген. Ерге елеулі, халыққа қалаулы, үлкен азамат болып біздің көрген үмітіміз ол. Мынаны Маңғыстаудан әжемнен берген базарлығы деп жолдас жораларыңа берерсің. Көп рахмет апа. Ал енді Мынау бір керемет, қанша күнде істедіңіз? манағы өмірің болсын дәулетті, үйің болсын сәулетті, болаттай мықты сынбайтын мінезің болсын қайратты, жолбарыстай айбатты, қорғап жүрер әулетті, алып шығар жарыққа білімің болсын жан жақты, көтеріп жүрер бақытты мысың болсын салмақты, денеңе Алла тағала берсін саулықты, қолдап жүрер қасында жарың болсын жаулықты. Осы айтқан бата тілегімді Алла тағала әумин етсін ал. Сау бол. Көп рахмет апа. Сен бір биікке шыққан бәйтерексің. Саған теректен биік бой берген, теңізден терең ой берген. Жасай бер, өмір жасың ұзақ болсын, өміріңнің қызығы көп болсын. Жаманшылық көрме, жасай бер. Жаңа мына шашақтың өзіндік тарихы бар. Мынау біздің қазақтың ала жібі, қара мен ақтан. Бұл бәле-желеден құтқарады деген. Сосын мына кішкентай түйін жұдырықтай жан жағымен, елімен, туысымен өте тату болсын деген мына түйген жұдырық саған. Сосын енді мынау неше талы болса, сонша жапырағы жайылсын,
әдемі мұн жақтай жарқырап өссін деген. Ал аман бол, сау бол, жолың болсын. Көп рахмет. Бір Маңғыстау бір кемпір сені бүткіл Маңғыстаудың есін білген балаға дейін тілегіңді тілеп отырмыз. Аман бол, сау бол, жолың болсын. Ауырмаңыз апа, Болды. Осы көргеніме ризамын енді. Бүгін міне қатты ұйықтайтын шығармын. Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Мынаны азаматтарға сау болсын мына. Мен кеше сол концерттен кейін сіздің шашақтарыңызды жеке көрісіп алатын бір реті болмады деп уайымдадым біраз. Ағаларымызға айтып, Иә, көп рахмет осы тұрғыда. Иә, Жігіттерге, осы мына бауырларға, ағаларға. барлығы сол айтқан болатынмын. келіп сөйтіп Мүмкін жатыр. болса, апамыз 90-ға жақындап қалыпты, апамыздың үлкен еңбегі жасалыпты, соны өз қолымен алып кететін бір мүмкіндік тудырып бере алсаңыздар, Ой, сау жақсы болайын. болар еді деп айтқам. Сау бол, рахмет. Иә. Рахмет сізге апа. Димаш Ауырмаңыз. келеді дегелі апам сізді көп айтады. Мынау ең қолымдағы балам, асырап жатқан кенже балам. Бізді ұмытып кетті ғой. 10 баланың шешесімін. Көп рахмет. Көп рахмет апа. Ал көбейе бер енді. Сау бол, тәңір сыйласын. Жолыңызға түсіп қойын. Рахмет.